Айтпақшы, сәлемді сұрсам күйеу қайнар. Бүгін біз деген осындай бір әлемге келдік. Мынау жұртаға? Ё-моё, менің үйім осы ма сонда? Ё-моё, мынау құмды жер ғой. Сонда мен осындай жерге тап болдым ба не? Ё-моё. Жарайды, мыналардың иесі кім екен? Иесін тауып алайын да. Ақша табайын. Ананың иесі кім еу? Ананың иесі кім? Ананың иесі кім? Сіз емессіз бе? Сөйлемейді ғой, ё-моё. Басқалары барып қоймыш. Ананың иесі сіз емес пе? Менмін ғой. Онда мен сындырам, ал сіз маған ақшасын берсеңіз қалай қарайсыз? Мен ойланып көрейін. Мен кетеймін, сондықтан маған соны қазу керек болып ақша табу керек. Мен сосын кетіп қалам бұл әлемде. Мен соны сындырып, сіз маған ақша беріңізші. Жарай ма? Жарайды. Онда сен деген оны деген балығын сындырып бер, және сосын мен саған беремін. Рахмет, рахмет. Кеттім мен бағана үйімдің жақында. Айтпас жоқ. Мыналарды сындырып шығайын. Сосын ананы айтайын. Ё-моё. Сындырдым. Енді аналарды сындырайын. Бәрін сындыру қажет болмай. Ертең осыларды сындыру мүмкін. Мен мыналарды сындырып кетейін. Сосын барам. Ё-моё, достар, мен осындай әлемге тап болмағанымды мүмкін тұрмысы неге бұл жерге тап болды ма? Ё-моё. Айтпақшы, достар, осы видеоға деген 10 лайк бассаңыздар, бұның екінші бөлім шығады. Бұл бірінші бөлім қазір. Болды, сындырып біттім мен. 15 тал болды. Қанша теңге екен? Қайда иесі? Иесі қайда? Мына үйдің иесі кім еу? Ё-моё. Ана үйдің иесі сіз емессіз ба? Менмін ғой. Бағанағы сіз адам екенсіз ғой. Мен 15 тал жинап біттім. Енді маған ақшаңызды бере беруіңізге болады. Бересіз ба? Жарайды. Онда деген сен маған соны бер. Ана жерде бір үй бар. Сол үйде сандық бар. Сол үйде сандықты 10 теңге аласың. Жарайды. Мәнс. Қазір берем. Мәнс. Ал мен кеттім, 10 теңге берейін. Қай бөлме деді? Анау емес па? Бір сандық бар үй деді ғой. Осы сияқты ғой. Көп ақша ғой. Жарайды, мен 10 талын алайын. Кішкене алайын. Жоқ. Болды, 10 тал алдым. Мен де енді 10 теңгемді үйге сандыққа салып қойын. Айтпақшы, менде сандық жоқ қой. Ё-моё, онда қолымда ұстап жүруге тура келеді ғой. Менде еттер бар екен. Жеп алайын. Қарным тоқ екен ғой. Енді не істесем болады екен? Тағы ақша алдым деп тұр мен, Онда тағы істесем болатын шығар, Көрейін енді. Амал қанша енді. Қойын. Ағай, осында болған. Бір кірмей ойды ғой. Ағай, бағана сіз берсем деген аласын бегдің ғой. Енді мен тағы сындырып, маған ақша беріңізші, ма? Жарайды. Онда сындырып маған әкел, жүндім ба?
Жарайды, берем. Қазір жинап әкелейін, сосын сізге берем. Тым болам. Кеттім, ана жерде, міне, осы жерлердегі қабыздарды апарып берейін, сосын ақша керек маған қазір. Әйтпесе болмайды. 6 тал болды, 7 тал болды, 8 тал болды. Нормально келіп бола жатыр. 10 тал. Қанша теңге береді екен? Мен көрейін. Қайсы? Ойбай, қайда кетті? Кетіп қалмадым ба? Мен тоқтаңызшы. Сіз ғой, ё-майо. Тоқтаңыз. Мен жинап келдім. Енді маған бере беруіңізге болады, ә? Онда бер маған. Жарайды, мәз. Алдыңыз ба? Я. Енді ақшанда ала бер. Айтпақшы да 5 теңге. Жарайды. Қазір 5 теңге алайын, сол бағанағы үйден. Кеттім көр. Енді менде 15 теңге болды. Енді болды. 21 тал алып қойдың құма. Ё-майо. Тоқтал. Енді. Бес тал алдым достар. Енді менде 15 теңге бар. 15 теңгеге көп зат келеді. Әлі кеш батпапты да. Ойбай, тікенек мұнда. Енді мен мынаны есігім екен. Мынаны мен тез бітіремін ғой. Мұның есігін тауып келейін мен. Найден есігім. Адамдар, есігім. Сіз ба? Я, менмін ғой. Онда мен оны жинап бітсем, маған ақша бересіз ба? Я. Онда ақшаны қайдан алсам болады содан кейін. Анау жерде бір үй бар, сол жерде сандық бар. Сандықтан 10 теңге аласың. Неге балықтарымыздан ақшалары сол жерде? Просто балығымыздан ақшамыз сол жерде жиналған. Жарайды. Мен қазір балығының ақшасы сол жерде жиналыпты ғой. Балығының ақшасы онда. Кеттім. О, 9 тал болды, ес. Жинап келейін. Болды. Енді берейін. Бағанағы адам қайда? Сандағына салайын да. Ақша алайын. Мұнда. Мұнда Қайрат, мұнда Қабош. Енді мен сандықтан 5 теңге ал деді ғой, Онда мақұл. 15 теңге алып қойын. 10 теңгені беру қажет. Ойбай, жоқ. Ойбай, не дегені? Қоямын да. Мен алынбай қойды ғой. Болды, 5 теңге алдым. Енді менде 20 теңге болды. Түнде батып кетті ғой, мен үйге барып демалайын. Мен бүгін деген көп жұмыс істедім ғой, шаршап кеттім. Достар, біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналға тіркеліңіздер, лайкты да басыңыздар. Біз содан кейін 2-ші бөлім шығарамыз. Әрине 10 лайк жинап кетсеңіздер. Сау